Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар. Киіктің саны құрт азаюына байланысты 2023 жылға дейін киік атуға мораторий жарияланған. 2019 жылдың санағы бойынша киіктің саны 334 мың болса, 2021 жылдың көктемгі санағы 842 мың болды. Яғни жыл сайын киіктің саны артып келеді. Дегенмен түз тағасының мүйізіне қызығатын браконьерлер киік атуды тоқтатар емес. Ал батыстағы ағайын киіктердің шамадан тыс көбеюінен зардап шегіп отыр. Ендеше киік санын қалай реттеуге болады? Қазір киік пен браконьер сөзі қатар қолданылатын болды. Ерте дәуірден бастап адам баласымен бірге жасасып келе жатқан киік баласының саны 80 жылдары 2 миллионға дейін жеткен. Ал 90 жылдардың басында ен далада небәрі 20 мың баста ғана қалды. 2015 жылы киіктер жаппай қырылған кезде республиканың барлық аумағында ақбөкендерді аулауға тыйым салынады. Үкімет тек қазақстандық ветеринария және ғылым мамандарын ғана емес, Ресей, Германия, Ұлыбритания мамандарын шақыртып зерттеу жұмыстарын жүргізді. Сынамалардың нәтижесі бойынша киіктердің жаппай қырылуына әсер еткен пастереллез деген ауру анықталды. Киіктер қырылған кезде Германиядан арнайы түсірілім тобы келді. Ал қызыл кітапқа енген түз тағылары аурудан емес, браконьерлердің қолынан қырылып жатыр. Бір ғана Қостанай облысында ақбөкендерді заңсыз атудың бірнеше дерегі тіркелді. Аймақта браконьерлікке қатысты 5 қылмыстық іс қозғалды. Қаскөйлер түз тағасын аулауға қатын тыйым салынғанын біле тұра аңды атып, мүйізін астыртын сатқан. Соның салдарынан мемлекетке 170 миллион теңгеден артық шығын келді. Қазір аймақта киік саны 285 мыңға жеткен. Оларды арнайы жасақтар көзінің қарашығындай қорғауға тырысады. Үнемі рейдтік шаралар ұйымдастырады. Соған қарамастан қаскөйлер ақбөкендерге қырғыдай түйін тоқтар емес. 2020 жыл республика бойынша киіктердің қырған браконьерлерге қатысты 85 факті анықталып, жауыздардың қолынан 727 киік пен 3489 мүйіз тіркеленген. Осылайша еліміздің табиғи байлығына 2,4 миллиард теңге зиян келіпті.